Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай құрамы 2-ақ заттан тұратын дәмді түскі ас дайындайтын боламыз. Бізге керегі картоп және ет. Картоптарымызды қабығын аршып қоямыз. Етті осындай үлкен ірілеу етіп тураймыз. Қазанға май құямыз. Қызып тұрған майға алдымен картоптарымызды саламыз. Жақсылап араластырып отырып 7-8 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін картоптарымызды аламыз. Сол майға етті салып 7-8 минуттай қуырамыз. Еттің үстіне 1 ас қасық тұз саламыз, жарты ас қасық бұрыш және паприка саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін еттің үстіне картоптарымызды саламыз. Ет пен картопты қатты отта 10 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін жақсылап араластырып, үстіне 1 кесе су құямыз. Астын отты ақырындатып, 1-1,5 сағат пісіреміз. Міне, біздің тағам дайын болды. Жасалу жолы өте оңай. Ең бастысы 2-ақ заттан осындай дәмді тамақ жасауға болады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Айжан ханым.